Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода белый бархат тортының рецептісімен бөлісемін және осындай тематикадағы оформление жасаймыз. Бірінші, бөлме температурасында тұрған айранның үстіне ас содасын салып араластырамыз. Ас содасы өзінің жұмысын жасап бастайды. Айранымыз қоюланып, өзінің көлемін ұлғайта бастайды. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз, яғни бұл ұнмен бізде қопсытқыш. Бұл видеода мен 2,5 килограммдық торт жасаймын. Видеоның описаниясына 2 килограммға қанша ингредиент аламыз, соның барлығын жазып қалдырамын. Торттың қамырын планетарлық миксерде дайындаймын, өйткені бұл өте үлкен торт. 4 жұмыртқамызды шағып және үстіне бірден қантымызды саламыз да миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлеп бастаймыз, ағарғанша миксерлейміз. Массамыз өзінің көлемін ұлғайтып, ағарғаннан кейін миксерді тоқтатып, бірден сұйық майымызды және айранымызды қосамыз. Сұйық май мен айран толық араласқаннан кейін массамызға ұнды 2 немесе 3-ке бөле отырып, өте төменгі жылдамдықта араластырамыз. Дайын болған қамырымызды жақсылап күрекшенің көмегімен араластырамыз және де бірнеше корждарға бөлеміз. Бұл торттың қамырын формада пісірсе де болады. Әрине, бірақ мен кальцоны қойып, ішіне 3 қасықтан қамырымызды саламыз да жеке-жеке пісіріп аламын. Өйткені құрамында майы бар және өте тығыз торт, піспей қалуы мүмкін ортасы. Осылайша барлық қамырларымызды корж жасай отырып пісіріп аламыз. 180 градуста 4-5 минутта пісіп шығады. Корждар пісу барысында әрине өздерінің формасын жоғалтады, сондықтан да пісіп болғаннан кейін формасын шығару үшін осылайынан жан-жағындағы артық қамырларды кесіп тастаймыз. Торттың ішкі кремін дайындаймыз. Крем-чиз. Менің көптеген торттарымды осы крем-чиз арқылы жинаймын. Суық сливкеге қантымызды саламыз да бірден миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлеп бастаймыз. Қант толығымен ерігеннен кейін миксерімізді тоқтатып, творожный сырымызды қосамыз және миксердің көмегімен тағы да араластырамыз. Творожный сырды салғаннан кейін креміміз қоюланып, дайын болып бастайды. Дайын болған кремді күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз. Менде 8 корж, 7 прослойка болатындықтан кремді теңдей етіп 7-ге бөліп алдым. Яғни таразының көмегімен теңдей 7-ге бөле отырып, кремді жағып шығамын. Торт түзу шығу үшін кальцода жинаймын. Дәл осылай барлық корждардың арасына кремді жаға отырып, жинап шығамын. Диаметрі торттың 20 см, биіктігі 14 см шықты бұл торттың, сондықтан да 2 кальцода жинауға тура келді. Торт толығымен жиналғаннан кейін тоңазытқышқа 8 сағатқа қойып қоямыз. Торттың сыртқы кремін дайындаймыз. Бөлме температурасындағы өте жұмсақ сары майдың үстіне сахарная пудрамызды қосып, ағарғанша миксерлейміз. Сахарная пудра маймен толық араласқаннан кейін творожный сырымызды қосамыз. Творожный сырды салып, миксерінің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлеп бастаймыз. Содан кейін бұл кремді өзіңіздің қалаған түсіңізге боясаңыз болады. Мен диоксид титананы пайдалана отырып, ақ түске боядым. Міне менің кремім толығымен дайын. Арасындағы ауаны міндетті түрде шығарамыз. Күрекшенің көмегімен. Егер де ауа қалып кететін болса, сіз тортыңызды қаптағаннан кейін тесік-тесік болып, сол ауалардың орны көрініп тұрады. 8 сағаттайд менің тортым тоңазытқышта тұрды. Енді кондитерлік қапқа кремді сала отырып, айналдыра жағып шығамыз.
Кремді толық жағып шыққаннан кейін спатуланың көмегімен кремді тегістейміз. Соңынан торттың төбесін тегістей отырып, қырын шығарып аламыз. Бұл торттың безендіруіне мама деген сөз жазылу керек. Мен тортқа шоколадпен жаза алмаймын, сондықтан да сіздерге өте керемет әдіс. Осында кез келген пленканың бетіне мама деген сөзді жазып, қатырып қоясыз, торттың үстіне қоя саласыз. Енді видеода көріп отырғандарыңыздай анарларды қоя отырып, тортымды безендіруді бастаймын. Міне менің тортымның безендіруі толығымен дайын болды. Егер де сіздерге осы рецепт ұнап жатса, онда жасап көріңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.